Сәлем әлем, қазір мен сендерге Алиэкспресте сатылатын ғажайып тауарларды көрсетемін. Көп созбай бастайық. Галлий деген химиялық зат, ол өте төмен температурада балқып ериді, небары 30 градус. Оны қолға алсаң, ол ери бастайды. Ол жарқын сұр түсті, металды және сұйық болып келеді. Басыңыз фантазияға толы болса, осы затпен көптеген нәрсе жасауға болады. Мысалы қасық. Жылы суға батырсақ, ол тез арада балқып еріп кетеді. Осы металмен көптеген зат жасауға болады. Шектеудің барлығы тек сіздің басыңыздағы фантазияда. Ал бұл жіпті эпилятор. Жіңішке үлпі жүндерді оңайымен кетіреді. Шаштар мен қалың жүндерге әлі жетпейді. Жүн өте жіңішке болу керек. Жүндерді өте тегіс етіп қарады. Кемшілігі, жіп тез жыртылады, бірақ жіпті оңайымен ауыстыруға болады. Ал ең басты артықшылығы дым ауыртпайды. Кішкентай зеңбірек. Қарай көріңіздер қаншалықты кішкентай екенін. Жарылыс ретінде сіріңкенің қоңырын салып, ал снаряд ретінде бүктелген қағазды да қолдануға болады. Нәтижесін экранда көріп тұрсыздар. Және ең басты ескерту, қасыңызда үлкен адамсыз ойнаушы болмаңдар. Өйткені оларда ойнағылары келеді. Осы қыранның тұмсығын бір жерге орнатсаңыздар, ол ауада самғап қалады. Біріншіден, ауырлық күшінен ол құлап қалуы керек қой деген ой келеді. Алайда ол құламай ауада самғап тұрады. Өйткені ол баланс ұстай алатындай есептеліп жасалған. Шөлмектердің тығынын ашатын арнайы құрылғы. Құрылғы тығынды өте оңай және дыбыссыз шығарады. Нағыз бармендарға арналған зат. Алайда шампанскені қолмен ашқандағыдай шу және қуандыратын алақай эффекті болмайтынын білу жөн. Пульт арқылы айдаланатын экскаватор ойыншық. Кішкентай балдарыңыз болса, керемет сыйлық болар еді. Естеріне сала кетейін. Алда жаңа жыл келе жатыр, ал ойыншық келгенін бірнеше жұма күту керек. Бағасы небары 10 000 теңге аралығында. Пакеттің аузын жабатын құрылғы. Бұл құрылғы қызық және пайдалы. Әрбір пакеттің аузын оңайымен дәнекерлеп жамап тастайды. Жапсар жері жіңішке болса да өте берік. Полиморфус деген зат ақ түйіршік ретінде болады. Иісі де дәмі де жоқ. Оны ыссы суға батыратын болсақ, ол мөлдірленеді де жебейді. Судан алып шыққан соң, онымен не жасасаңыз да өзіңіз білесіздер. Суық ауадан қатайып кетеді. Қатаю процесін жылдамдатқыңыз келсеңіз, тоңазытқышқа салуға болады. Спиннер деген затты қойындар. Алиэкспресте осындай ғажайып шиыршық сатылады. Оның бетінде әртүрлі нақыштамалар ойылған. Шиыршық айналғанда ғажайып оптикалық иллюзия көрінеді, және айналу уақыты өте ұзақ, тоқтап болмайды десек те болады. Әлемдегі ең пайдасыз нәрсе, оны қоссаң, ол өзін сөндіріп тастайды. Болды, приколдың барлығы осыда. Оны қоссаң, оның ішінен саусақ секілді нәрсе атып шығып, өзін сөндіріп тастайды. Одан асқан басқа функциялары жоқ. Әзірге болды достар, сендерге Алиэкспресте сатылатын ғажайып тауарлардың басқа нұсқаларын көруді ұсынамын. Болды, қош болыңыздар.